ужинға не пісірем деп мына холодильник бар ғой қыздар, анасынан суырғаныма бар ғой, бір сутка жарым болды. Білмеймін, нағылған морозка екен бар ғой, холодильникте отырмын морозканы. Күйі жоқ, мама қатып қалған бар ғой. Енді дейтін құрсын ужинға ауыз ашарға не пісірем деп басым қатып отыр. Ашсам сол күйінде тұр ғой, мына еттер не істеуге болады вообще білмеймін. Қандай лайфхактармен білесіңдер, бөлісіп кетіңдерші. Мынаны ерте алмай жатырмын мен дейтін. Сіресіп жатыр, сіресіп. Астында дейтін неге қуырмашқа дайындап қойған еттер тұр, мына ала алмай жатырмын вообще. Күй жоқ, астында қағазлар бар еді, бәрін шығарып мына бәрін ертіп, бәрін бөлек-бөлек салып тастамасам, мына пакетке бәрін бытыстырып салып тастағандікі ештеңе ала алмай жатырмын ғой, мына жерден бар ғой. Уже дейтін кеш болып қалды, не пісірем деп жатырмын. Мына жерде тауық та қатып жатыр, қақшиып мұз болып. Білмеймін, мен алдында да осылай болып еді, менде бар ғой, тоже 2 күн тұрғанда бар ғой, нетпей, морозкам еріп болмай осылай зорлап холодильникті почти сындыруға алып едім, кәдімгідей бар ғой, зорлап алып бар ғой, арасында да оқтау тығып, балға тығып, әйтеуір. Мынада да тоже солай болып тұр, не істеуге болады екен, білсеңдер неге астына комментарияға жазып кетіңдерші. Мынау фаршымда қатады, фарш енді бетінде тұр, мағадан бері шығарып қою ойымда келмепті. Мынау не зат деп қарап жатсам, мынау балық екен, мынаның дейтін тұрғанына білмеймін. 1 жыл болып қалған бар. 7-8 ай болды ма екен, сондай ай болып қалды осы балықтың тұрғанына. Бұны қойшы, құрсы ужинға не пісірем сонымен қыздар. Ал мына холодильникті қалай тез ерітетін жолдарын білсеңіздер, астына комментарияға жазып кетіңіздер, маған тіркеліп лайк басып кетіңдер. Рахмет берген.